национальный обряд укладывания малыша в колыбельку. Стану. Ребята, все станет страной. Казахстан. Моя земля невернее. Твои степи, твой любимый Казахстан. Ой, степи и поля, это все моя земля. Молодец. Сегодня к нам бабушка пришла, и она нам покажет казахский национальный обряд укладывания малыша в колыбельку. Посмотрим? Да. Ну давайте посмотрим. Проходите, бабушка, посидите. Бөлүү рәсімін көрсетеді біздің әжеміз, иә? Ал балдар, мінекей, бөпені беске бөлеміз қазір. Мынау бесік. Бесіктің өзінің заттары болады. Мынаны тартпа деп айтады. Баланың қолдарын, аяқтарын байлайды, тартпа дейді. Мынаны қызға бөлейтін шүмек дейді. Мыналарды жаялығы дейміз. Содан кейін беске бөлеу үшін қазір балаға тыштыма жасаймыз. Тыштыма? Тышты, конфет түскен кезде тышты дейді. Дейміз еді. Açı өзің тақап берейін. Тышты дейміз. Тыштыма? Тыштыма? Тышты, тышты, тышты. Тышты, көріңдер. Бестің астына қараңдаршы. Баланы беске бөлеміз. Баланы беске бөлеу үшін алдыменен қойып алып, оң деп аламыз да баланы беске саламыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп. Мынауымыз бөпе, мынауымыз шүмек. Астында гашогы бар. Бала соған тиеді. Соны бүйтіп жаяуызбен бүйтіп баланы бүйтіп бөлейміз. Аяғы түзу болады, дені сау болады, кішкентай баланың әрі таза болады. Беске бала жатқанда памперстен демалады баланы бүйтіп. Оны бүйтіп аяғын байлаймыз, мінекей. Мінекей. Сосын бесік жібін айтарымыз бөпеге. Мінекей. Мынаменен байлаймыз, қолын байлаймыз баланың. Ол астына өзі сүйеп жата береді гашогына. Памперс керек емес бізге. Енді бөпеге бесік жүзін айтамыз. Әлди, ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем, жер бетейін жата ғой. Балам менің қайда екен, астар тауды екен, әлі ер жетіп, қуантарсың әжеңді. Әлди, ақ балам. Әлі бөпе ұйықтағаннан кейін бөпем бетін жауып қоямыз. Мінекей, бөпе ұйықтай. Енді шуылдамаймыз, бөпе ұйықтап жатыр мінекей. Үлкенді күт болсын. Ой, молодец! Пусть будет красивым. Молодец! Пусть будет здоровым. Молодец! Ой, молодец. Пусть любит родину свою. Ой, молодец. Пусть будет много друзей. Пусть будет добрый. Молодец! Пусть любит бабушку. Молодец!